Туған елге тағзым өлкетану зерттеу экспедициясы аясында зияткерлік мектеп оқушыларының ғылыми жобалар байқауы өтті. 400-ден астам оқушылардың басын қосқан желілік додаға сыр бойлық өрендер 22 зерттеу жұмысын ұсынды. Мәселен, 11-ші сынып оқушысы Даяна Хегай ауыл шаруашылық саласына қажетті суды, тыңайтқыштарды, тұқымдарды шашатын көп функционалды ұшу аппаратының прототипін жасап көрсетті. Жас өнертапқыш бұл қондырғы өсімдіктер ауруын және өрттердің алдын алуда диқаншыларға үлкен көмекші бола алатынын айтады. Ал 12-ші сынып оқушысы Баян Сұлу Төлебай медицина қызметкерлеріне көмекші робот құрастырды. Бұл автоматтандырылған машина науқастарды тіркеу, денсаулығында ақауы бар азаматтарды тасымалдау қызметін атқара алады. Дарынды жас алдағы уақытта жобасын дамытып, роботтың қызметін арттыруды көздейді. Айболит деп алған себебіміз, это artificial intelligence. Ағылшын тілінде бұл искусственный интеллект, яғни жасанды интеллект деп нестейді. Және де айболит дегендегі бо, это робот сөзіндегі бодан алдық. Сондықтан да айболит, барлығымыз совет кезінен бері айболитті докторды барлығымыз жақсы танимыз. Яғни сол секілді ассоциация болсын деген мағынада, және де оның искусственный интеллект в целом оның қасиеттері мен және де болашаққа деген үмітіміз, наверное. Себебі айболит секілді барлығын емдей алса, және де адамдарды құтқара алса деген үмітімізбен қойдық. Бағасы, негізінде бағасын біз әлі есептеген жоқпыз, толықтай қаншаға сататынымызда. Бірақ біз оны мектеп жағдайында, яғни ешқандай көмексіз 3D принтерде шығардық. Негізінде $1000 кетті, одан аз негізде. Скорее всего, сондай бағаға сатылады. Сондай қызылордалық зияткерлер орта ғасырлық Жанкент қаласындағы тың зерттеулер мен аралды қайта қалпына келтіру, еліміздің экономикасын әртараптандыру және Қызылорда өңірінің экологиялық мәселелерін шешу бағытында идеяларымен бөлісті. Бірнеше жыл бойы Назарбаев зияткерлік мектептерінің оқушылары туған елге тағзым өлкетанулық зерттеу экспедициясына қатысып келе жатыр. Енді осы 2-ші жыл туған елге тағзым онлайн форматта өтіп жатыр, белгілі себептермен. Енді биылғы жылы біздің мектебіміз 49 жоба ұсынған болатын мектепшілік кезеңіне, ал желілік кезеңге 22 жұмысымыз, 27 оқушы таныстырды. Жалпы қатысушылар ұлы дала өркениеті, туған өлкем жұмақ мекен, ұлт руханияты, бабалар аманаты, инновациялық даму, жасыл планета, әлеуметтік кәсіпкерлік және жаңа идеялардың күші, біздің күшіміз бірлікте, селт етер ерен ой бағыттары бойынша өнер табыстарын таныстырды. Сонымен қатар туған жер тұғырым тақырыбында эссе жазып, өз өлкесі жайлы құнды деректермен бөлісті. Тоқжаны Бәлді, Назгүл Қажытаева, Айдос Исаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.